Жақындар первый екі план отмена, себебі өзімнің iPhone 11 бар рабочий. Постоянно движение тіршілікте. Сол бұзылып қалды, өзімен өзі загрузка болып қала салып болды. Ашылмай жатыр ештеңе. Ал ол маған қатты керек телефон, жұмыстың бәрі соның ішінде. Сол үшін қаладағы бизнестер айтсам, мен реклама отмена. Барып телефон жөндейік. Не істейміз ондай кезде? Сондай болған жүрші братан, сондай болған кездер болды ма? Бүгін магазинге келдім. Магазинге сағым қалдым. Біздің Моляның бутигіне келе жатырмын. Моля қазір бір жерге солға кетті. Ака өзім кіре берейін. Чемоданмен жүрмін. Бүгін осы жақтан Алматыға кететін болам. Түркістанда күн деген ысып тұр. Мұндай ыстық көрмегелі қалай заман. Кстати, аяғыма уайымдап жазып жатқан жандарға рахмет. Пока жүріп жатырмын. Жүретіндей ғой енді. Кішкене ушибқа да ұқсайды, вывихқа да ұқсайды. Енді білмеймін, көреміз қатты мазалап тұрған жоқ осы кезде. Слушай, пока не хочу. Алматыға барған кейін сөйлейтін шығармын. По идее, знаете, сколько лет мы дружим, уже вообще біз бірінші класстан бастап барласамыз, и ол 16 жасынан, по идее, орамалдашы. Біз всегда осылай контраст болып жүреміз, біреу Иван, біреусі имам вообще. Осылай жүреміз, өзіме кейде бір түрлі болып кетеді. Жел болып тұр. Не айтатсың? Не болды ғой, пробел болды ғой, сол екеуміз орамал. Как ты так сложилось? Да, мен кругым асты, мен уже басқа адам болып кеттім. Айко сол киі, молодец, орамалын бір шешпеді. Красава. Мен контентім ша, по идее, реально бір түрлі болып кетті, но просто көзіме түсіп қалған рилстардан да өзіме наса жиза болса пофиг, қандай түсіріп салып жатырмын да. Так что, былай, если что, айбипеніздер, лично өзіме өтіп жатыр, самое главное. Короче, міне келдік, мықты квадроциклдар, электровелосипед па сондай. Чина велосипед, гидромопед, ар жақта қос қашық ет. Осыларға мінеміз ғой. Осыға мінеміз примерно. Отырып көрейін енді. Отырып көрші. Вау, саған жарасатын сияқты. Да? Артында сәл бір қыз жетпей тұр ма? Жетпей тұр ма? Маған да бір Люда ма, Ксюша ма біреу болса, мен отырып алып бүйтші. Бүйтіп күшті видео түсіретін, я? Да? Аха. Сендер Кетеміз. жалпы блогерсыңдар ма? Жоқ. Стористарын түсіріп жатсыңдар. Жай біз андай любительский ғой. Не екен. Тиктокерлар. Ал қалайсыздар, концерттен шықтым, менде приключение, ескі киім киіп алдым. Мынандай приключение болып отыр бізде. Дөңгелек жарылу деген. Қазір мынаны шығарып алып, жай олады фулганкіге бару керек. Запаскым сала қоймем, запаскым да тесіліп қалды ғой. Осындай катастрофа болып отыр. Так что жолда қалмаңыздар, шегіңіз. Жолда қалған жаман.